Достар, мына ер тұрман қанша теңге тұратынын білесіздер ме? Мынаның барлығы қолдан жасалған, қараңыздар. Мильфер тастар, тастардың әрқайсысының өзінің атаулары бар. Барлығы қолмен жасалған, әр шегесі қолмен қағылған. Мінекей, мынау астындағы не екенін атын білмеймін, сіздер жазып жіберіңіздер. Тоже қолмен жасалған. Бұны мен көкем Құрбанәлі Арыстанбекұлы көкем өз қолмен жасап, мен туған күніме сыйлыққа тартқан. Осыдан 2 жыл бұрын көкемнің видеосын түсіріп, YouTube-қа жүктеген. Қазақтың өзінің істеген жаңағы 20-дан көп ері бар деді. Соны әлемге көрсетті. Сондағысы біз әшейін осы бір видео арқылы 2 ай ма, 2-3 айдың көлемінде 4 миллион теңге оборот жасаған. 4 миллион теңге. Әрине барлығы мынандай 1 миллиондық, 2 миллиондық ерлер емес. Көкпарға шығатын 100 мың, 200 мың теңгелік ерлердің бәрін қосқан кезде де, яғни бұл жерде бірақ нәрсе жасадық біз. Дұрыс инструменттерді қолданып, астына телефон нөмірін жазып қойдық мінекей. Ұста Құрбанәлі Арыстанбекұлының телефон нөмірі деп ше. Әлі күнге үшін осы видеоға қарап отырып адамдар хабарласады. Бір видео түсірген жоқпыз, 3 видео түсірдік. 2 жыл бұрын жүктелген видео сол әлі клиент әкеліп отырды. Және бұл жерде айтқым келгені, маңызды емес, сіз қандай бизнестесіз. Стоматологсыз ба, медиксіз ба, құрылысшысыз ба, мұғалімсіз ба, дұрыс жасалған видео, яғни дұрыс құндылықты жеткізілген видео сізге өмір бақи клиент әкеліп отырады. Көп бизнесмендерде бұл жерде андай блоктар болады. Таргет жіберем, ол X-тен андай жасаймын, мына жасаймын, мына жасаймын, қаншама ақша кетеді рекламаға. Менде рекламаға ақша жоқ деген сияқты. Дұрыс YouTube-қа видео жүктесеңіз, ол өмір бақи сізге клиент әкеліп отырады. YouTube-тағы түсірілген видео ол алгоритмге әрдайым тұрады. Instagram-да бір аптадан кейін алгоритмі шығып кетеді. TikTok-та 2 күннен кейін шығып кетеді. Ал YouTube-да не іздесең YouTube-тан іздейсің. Басың ауырса да, ішің ауырса да, тісің ауырса да, білмеймін, үй соғу керек болса да, любой нәрсені YouTube-тан іздейсің. Машина алу керек болса да. Сондықтан да клиентті YouTube арқылы тартуды үйреніңіздер, бизнесмендер. Және бұл жерде ең бірінші 5 секундта қолданатын инструмент бұл адамның көрерменнің назарын ұстап қалу. Яғни алғашқы 5 секундта. Егер де басың әрдайым айналып жүрсе, немесе Lexus алуды ойлап жүрсең деген сияқты, немесе бағанағы үй салуға бет бұрып жатсаң, келесі 3 нәрсеге мән бер деп бастайсың да, көрерменнің бөлін. Одан кейін бөліп шешесің. Одан кейін ең соңында, егер де саған осындай сапалы нәрсе қажет болса, маған хабарлас деген сияқты. Или астына номерге хабарлас. Видео пайдалы болса, плюс қоя кетіңіздер, лайк қоя кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.